Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен өзімнің өмірімде қолданатын бір техникамен бөліскім келіп отыр. Ол техникамен бөліспес бұрын өзім таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Айдана Рахым. Мен инстаграмда өзімнің блогымды жүргіземін. Ол жерде блогты нөлден бастап қалай жүргізу керек, сол туралы пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Даму, лайфстайл, әртүрлі тақырыптарда контенттер салып отырамын. Бұл менің YouTube каналыма арнап түсірген ең алғашқы видеом болады. Міндетті түрде ақпаратты соңына дейін тыңдап, егер пайдалы болып жатса, маған лайк басып және подписка жасап кетіңіз. Бұл техниканы уже естіген болуыңыз мүмкін, бірақ өміріңізде қолданбаған болуыңыз да мүмкін. Бұл Эйзенхауэр техникасы. Бұл техниканы приоритет матрицасы деп те атайды. Бұл техниканы мен өзім өмірімде қолданып жүргеніме өте көп уақыт болды. Жұмыстар, әртүрлі шаруалар араласып кеткен кезде, яғни бір уақытта көп болып кеткен кезде, осы матрицаға салатын болсаңыз, кішкене өзі бір жүйеге келеді. Ол қалай? Алдымен кез келген бір дәптерді, парақты ашамыз, парақты ашып, осы парақты төртке бөліп аламыз. Ең бірінші бөлігіне срочные және де астыңғы бөлігіне несрочные деп жазамыз, және үсті жағына важные, неважные деп жазып шығамыз. Және сол квадраттың бірінші бөлігіне ең бірінші, важный, срочный, маңызды және шұғыл істерді жазатын боламыз. Маңызды шұғыл не болуы мүмкін? Мысалы, мұғалімдер болса, бүгін журнал Платонус жабылады, электронды журнал болса, күнделік кезет бүгін жабылады, сағат мыншаға дейін бағаларды қойып таста деу мүмкін. Вот сондай шұғыл және маңызды істерді осы бірінші квадратқа жазатын боламыз. Ал екінші шаршы, екінші квадрат, ол жерде маңызды емес, бірақ срочный, бірақ шұғыл істерді жазып шығамыз. Ол негізінен сіз делегировать ете алатын істер болады. Өйткені оның сіз үшін маңызы жоқ. Ол не болуы мүмкін? Мысалы, мен үшін ол өзімнің бастығым немесе коллегаларым тапсырған бір жұмыс болуы мүмкін. Осыны осылай көмектесіп жіберші, мынаны распечатка жасап жіберші, немесе мынау документ файлды сканировать етіп берші деген сияқты жұмыстар болуы мүмкін. Ол жұмыстарды мен делегировать ете аламын. Үшінші квадратқа, яғни ол жерде не срочный, но важный, шұғыл емес, бірақ маңызды істерді жазып шығамын. Ол қандай істер болуы мүмкін? Мен үшін ол өзіме көңіл бөлу, мен үшін маңызды денсаулығыма көңіл бөлу. Бірақ дәл қазір емес, шұғыл емес, сондай істерімді жазып шығамын. Мысалы, тренировка жасау. Мен дәл қазір жасамаймын, бірақ бүгін міндетті түрде жасаймын деген нәрсе. Мысалы, тағы не болуы мүмкін? Мысалы, мен үшін маңызды нәрсе подкаст көру. Өзіме ұнайтын подкасттарды көру. Мұны да мен осы тізімге қосып қойсам болады. Оны мүмкін бүгін көрмеуі мүмкін, басқа күні көру мүмкін, бірақ ол мен үшін маңызды нәрсе. Ол ертең немесе басқа күндері міндетті түрде көретін боламын. Ал төртінші шаршы, ол бізде маңызды да емес, шұғыл да емес іс-әрекеттер, шаруалар. Бұл шаруаларды сіз өз өміріңізден алып тастаңыз, немесе азайтыңыз. Мен осылай жасадым, мен үшін маңызды да емес, және де шұғыл да емес, бұл драма көру болатын. Ең қызығы, барлығымыз қызығамыз, драма көру өте қызық, бірақ сенің көп уақытыңды алады, маңызды істейтін шаруаларың қалып кетеді,
бір дарама бастасаң, сен оны аяқтамай, сен осы телефоннан басыңды ала алмай қаласың. Сол себепті мен өз-өзіме сөз бердім, осы дарамаларды азайтамын деп. Яғни оны мен демалыс ретінде ғана өзіме пайдаланамын. Қазір дарамалардың орнын пайдалы подкасттармен, кітап оқу немесе өзімнің блогымды жүргізуге арналған курстарды оқумен алмастырдым. Ал дараманы мен аптасына 2 сағат деп бөлдім, өзім бос уақытым шыққан кезде оны қосып тыңдайтын боламын. Бұрындары мен жолда кетіп бара жатсам да, немесе чай ішіп отырсам, ыдыс жуып жатсам да дарама қосып қоятынмын. Қазір оның барлығын алып тастадым. Ол менің көп уақытымды өзіме арнауыма мүмкіндік тудырды. Бұл техниканы егер бұрын білмеген болсаңыз, енді білесіз, өміріңізде қолданып көріңіз. Ондай болса, келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыз.